Pasta bolонезе. Балалар өте жақсы көріп жейді, үлкендер де жақсы көріп жейді. Ол үшін бізге майсыз фарш керек болады. Томатный паста керек болады. Болгар бұрышы, по желанию, егерде ұнатып атсаңыз, егерде ұнатпасаңыз керек емес. Осындай паста. Және де пияз қуруға. Майымызды құйып, қыздырып, фаршымызды жақсылап қуырамыз. Фаршымыз қуырылып жатырса да біз пастасын пісіре береміз. Суымыз қайнады. Bir порцияға осындай 70-80 грамм паста кетеді. Фаршымыз қуырылды, енді кішкене пияз. Осындай чеснок. Томат пастасын қосып қуырамыз. Және де кішкене осылай перец қосып жіберсеңіздер болады. Не осылай пастамызды пісіріп, тарелкаға салып, суық суға бір салып жуып алып, зәйтүн маймен майлап, бетіне осындай болонезамызды саламыз. Бетіне осындай сыр пармезан сеуіп шығамыз. Осылай дайын болды. Паста болонезамыз дайын, ас болсын.